4-ші сабақ. Ірі мұнай-газ саласының тапсырыс берушілері мен жұмыс кезінде қателіктер жібермеу үшін қамтушылар нені білуі керек? Дайындық кезеңінің қателіктері. Тендерге қатысуға мұқият дайындалу керек. Біріншіден, ыңғайлы сатып алу платформасын табу керек. Мейлі ол электрондық сауда алаңы, электрондық биржа, немесе қамтушылардың тәуелсіз дерек қоры болсын. Оны егжей-тегжейлі зерттеу қажет. Қазақстанда олардың саны 10 шақты. Мысалы, алаңдардың тізімін мына жерден көруге болады. tenderplus.kz немесе мұнда zakupki.kz. Мемлекеттік мекемелер тендерлерді мемлекеттік сатып алу платформасында, ал жер қойнауын пайдаланушылар Nadlog, Spot және тағы басқа сияқты өз платформаларында өткізетінін ажырата білу қажет. Мысалы, теңіз Chevroil қамтушылардың ішкі базасымен және оператор мұнай-газ компаниялары үшін жалпыға бірдей Алаш базасымен жұмыс істейді. Оған мына сілтеме бойынша тіркелуге болады. alash-kz.com. Қазақстан Республикасы энергетика министрлігінің жер қойнауын пайдаланушылардың есептерін қабылдау жүйесі де қол жетімді. spon.energo.gov.kz. Онда қамтушы өзінің өнімі, жұмысы, қызметі туралы мәліметтері бар сауалнаманы орналастыра алады. Ал тапсырыс беруші қамтушылар туралы ақпаратты көре алады және оларға өткізілетін сатып алулар туралы хабарлай алады. Сатып алуға дайындық кезеңінде жеткізушілердің бірінші негізгі қателігі тендерлік алаңдарды және олардың ерекшеліктерін жеткіліксіз зерделеу болып табылады. Екінші қателік әдетте осы онлайн платформаларға тіркелу барысында провайдер техникалық қате есептеулерге жол берген кезде пайда болады. Мысалы, тіркеу нысандарын толтыру кезінде енгізілген ақпараттың болмауы немесе сәйкес келмеуі. Мәтіндік және сандық мәндерді қате жазу. Ұсынылған номенклатура туралы құнның немесе ақпараттың дұрыс енгізілмеуі. Тіркеу өтініміне құжаттардың форматы, мөлшері немесе рұқсаты сәйкес емес электрондық көшірмелерін тіркеу. Өтінім беру кезеңіндегі қателіктер. Ең жиі кездесетін қателік қате рәсімделген өтініш. Өткізілетін сатып алу шеңберінде құжаттардың толық емес немесе талаптарға сәйкес келмейтін топтамасын ұсыну. Құжаттардағы сәйкессіздіктер негізінен төмендегідей болады. Бірінші, ақпарат атауы. Екінші, құжат түрі. Үшінші, жарамдылық мерзімі. Төртінші, уәкілетті өкілдің, қол қоюшының кандидатурасы. Техникалық немесе жаңсақ жазылған қателер. Жеткізуші өлшем бірліктерін көрсетуді ұмытып кетеді. Сандарды жазғанда қателіктер жібереді. Нақты қандай параметр туралы айтып отырғанын нақтылауды ұмытып кетеді. Тапсырыс берушінің техникалық тапсырмасын үстірт зерделеу және соның салдарынан өз мүмкіндіктерін артық бағалау. Сатып алу құжаттамасының тізбесімен, келісім-шарт жобасымен, салымдармен жеткіліксіз танысу. Мысалы, келісім-шарттың шарттары бойынша жұмыстарды орындау үшін лицензия қажет екендігі анықталды. Ал сізде ол болмай шықты. Тендерге қатысуға соңғы сәтте, лотты жапқанға дейін 2-3 күн бұрын дайындалу. Тендерге қатысу кезеңіндегі қателіктер. Сіз барлық қағазбастылыққа толы қиын кезеңдерден өткен сияқтысыз. Енді сатып алу рәсімі немесе сауда-саттық өткізілетін X күн келді. Бірақ мұнда да жаңадан бастаушылар жиі жіберетін негізгі қателік бар. Оны кері қарай бір шегініс деп атайды. Бәсекелестердің бағасынан асып түсуге тырысып, қамтушы өзінің бағасын ең төменгі шегіне дейін түсіреді. Мұндай жағдайда бұл келісім шарттың оған тиімсіз болуы немесе тіпті шығынға батып қалуы мүмкін екенін түсінбейді. Бұған жол бермеу үшін сіз одан әрі түсе алмайтын ең төменгі бағаны алдын ала есептеуіңіз керек. Оңтайлы бағаны өтініш бергенге дейін есептеп қойғаныңыз абзал. Бағаның жоғарылауына байланысты қамтушыны нарықта бәсекеге қабілетті ете алмайтын жағдайлар. Жасалған шарт талаптарын орындау барысындағы негізгі бұзушылықтар. А. Жеткізу мерзімдері мен көлемдерін сақтамау. Б. Жеткізілетін тауардың сапа деңгейінің шарт талаптарына сәйкес келмеуі. С. Ұсынылған банк кепілдігінің немесе шарттың орындалуын қамтамасыз етудің сәйкес келмеуі. Бұл қамтушы компаниялардың тендерлерге қатысу кезіндегі негізгі қателіктері. Ең бастысы, платформаның ережелері мен тәртібін білмеу. Сондай-ақ құжаттардың сәйкес келмеуі салдарынан қамтушы жосықсыздар тізіліміне еніп кетеді.